Түнгі студияда. Әлкеш ханымдар мен мырзалар, кешіміздің жүргізушісі Нұрлан Қоянбай. Көрермендер, ұлттық арнада түнгі студия бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Нұрлан Қоянбаев және әріптестерім Татлер тобы. Енді бәрі дайын, біз шоуымызды кеттік. Кешір, құрметті көрермендер, бүгін көп келіпсіздер. Қандай университеттен келдіңіздер? Енді барлық Астананың университеттерінен келдіңіздер. Осы студиямызға, біздің бағдарламамызға алғаш келген көрермендер бар ма? Қолдарын... Неғып келмей жүрсіздер десең. Жарайды, енді Астаналық қазір көктем келді, керемет, барлық астаналықтар жаз келген бірден білесің. Жаңағы тондарын тастап, пуховик киіп жүр. Енді керемет қала ғой, Астана әсем, өте керемет қала. Бұл жерде 5 күн жұмыс істейсің де, 2 күн міндетті түрде демаласың. Ол үйде жатасың, сосын дүйсенбіні күтіп, жұмысқа қашан шықсам екен деп, өзі жұмысқа ыңғайлы қала екен. Енді тағы да бір айтатыным, осы Астанада армандасаң, арманың орындалады. Армандамасаң, орындалмайды. Жақында осы саябақта жүріп келе жатырмын, енді күн жылыда, келе жатсам, бір жас жігіт жақындап, Нұрлан аға, қалайсыз? Мен түнгі студия бағдарламасын көрем, ұнайды дейді. Мен де рахмет дедім. Мен бір кішігірім арманым бар еді. Осы түнгі студия бағдарламасына келсем деп. Сосын мен енді келмейсің ба десем, жоқ, енді сіздер Алматыда түсіресіздер ғой дейді. Жоқ, біз күліп жатыр. Күнде келесің ойдың бізге. Сөйтіп мен де солай күлдім, қалай Алматыда? Біз осы елордамыз Астанада түсірілімі Астанада болып жатыр десем, арманың орындалады, кел дедім. Сол бауырымыз қазір біздің ортамызда отыр, мінекей, ақ футболкамен. Орнынан тұршы, бауырым. Сен арманың орындалды. Қалай, студиямыз қалай, ұнады ма өзіңе? Күшті. Міне, көрдіңіздер ғой, Астана қаласында арманың орындалады, армандасаң болды, орындалады. Құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямыздың қонағы Суперстар KZ жобасының 2 маусымының 2 орын егері, дауысы ерекше әнші. Бой десе бойы бар, ой десең керемет дауысы бар. Қашанда жақын көңіл күймен жүретін Әлшер Каримов. Рахмет сіздерге. Байқаған шығарсыздар, мені көп қонақтар келген кезде мен ортаға дейін барып амандасып күтіп алам ғой. Әлшер келген кезде мына жерде тоқтап қалдым мен. Бойымыз бірдей болсын дегенім ғой. Қош келдің, Әлшер. Төрлет. Сізге жаңа ән жинадым. Қошеметтеріңіз. Бұл жақында шықты. Жақында шықты. Үшінші. Бұл альбомы қанша ән кірді? 12 ән бар. 12 ән бар. Барлық көрермендерді дүкендерге шақырамыз. Жорда меломан дүкендерде сатпалға болады. Сіз в первой десятке, кто получил этот альбом. Рахмет. Әлшер, жағдайың қалай жеттің Астанаға? Жақсы жеттік. Астана жылы екен. Әдей жылтып қойдық сен келеді деді. Енді ал әңгімеңді айта отыр, шығармашылықта қандай жаңалық бар, қандай ұялы телефон ұстап жүрсің дегендей. Жаңалық ең басты жаңалық осы. Үшінші ән жинағым жарыққа шықты. Шүкір деп аталатын.
Жақында ғана осы шүкір әнге бейнебаян шығады. Бейнебаян шығады. Бұл бейнебаянда қай жерде түсірдіңіздер, кім түсірді? Бізде өткен жылы қазан айында бүкіл республикалық турне өткен. 22 қаланы араладық автобуспен. Үлкен топпен 25 адам болып. Инстаграмда көрдім. Сол турнеден күшті бейне қор жинадық, архив. Сол архивтен алып, әрбір қалалардан үзінді клип жасадық. Жаңағы реалити бейне клип қой, да? Сондай. 20 қала, 3 минуттың ішінде. Әлішер, сен Тараз қаласынан екенін бәріміз білеміз. Қазір қай қалада тұрып жатырсың? 10 жыл болды Алматыда. Алматыда, иә? Әлі Алматыда тұрып жатырсың ба? Әлі Алматыда. Қазір күн жылда Астанаға көшпейсің бе? Жоспар бар, негізі. Бар, иә? Өйткені бәрі көшіп жатыр, мен ойымша. Әрекет жасау керек, пәтер алу керек. Астанада өнер жұлдыздар өте аз. Енді санаулы десе болады. Барлық жұлдыздар Алматыда тұрады. Мажан Арапбаева рахатын көреді. Мажан Арапбаева, Қыдырәлі ағамыз, енді мен қазір ешкімге айтпа, Астанада мен әншімін ғой. Әншілер аз. Сондықтан сен бүгін билетіңді өткізді, Астанада қал. Маған көмектесіңдерші, мен жалғыз өзім шашып кеттім десем де. Жарайды, енді құрметті достар, Әлішер келеді деп естіп, бүгін түнгі студияға қыздар көп келді. Тағы да айтып кетейін, Әлішер, не ғой, ешкімге айтпа, шайдан ішіп отса. Үйдегідей сезініп, ал қошеметтеріңіз түнгі студияда Әлішер Кәримов. Енді бір сұрақ қойын, сен осы Алматыда Шымбұлаққа шаңғы тебуге барып тұрасың ба? Енді Алматыда тұрасың ғой. Сен еспе 10 жыл Алматыда тұрып, бір рет барған жоқпын. Жоқ, бардым, туысқандарымды апарып, суретке түсіп. Бірақ шаңғы тебуге барған жоқсың, иә? Неге көрдіңіздер ме? Біз өзіміз Алматыда тұрып, шаңғы тебуге Шымбұлаққа бармаймыз. Шымбұлаққа барсаң, шетелдіктер жүреді, ағылшындар жүреді. Шынымен, мысалы, мен өзім мақтанып айта аламын өзім. Мен 34 жылда 2 рет бардым. Шымбұлақ шаңғы тебу курорты. Сен Әлішер бала кезінен ән айтып, 5 жасыңда 1991 жылы әнші балапан байқауында көрермен көзайымы номинациясына ие болыпсың. Шын жүректен құттықтаймын, ештен кеш жақсы дейді ғой. Шынымен де қазір құттықтап қойған дұрыс қой, өйткені мен ол 91 жылы құттықтаған жоқ, өйткені түнгі студия бағдарламасы болған жоқ. Қазір құттықтап қойын, шын жүректен құттықтаймын. Енді сол кезде жасың нешеде болды? 5-те. 5-те. Бірінші рет 5 жасымда сахнаға шығып. Керемет айттың сол кезде сен. Есімде. Чайхана әнімен. Чайхана әнімен. Осы, мысалы, мектеп бітіретіндер кейін кездеседі ғой, университет бітіргендер, осы әнші балапандарға қатысқандар кездесесіңдер ма? Әрине. 10 жылдыққа, 50 жылдыққа. Әнші балапаннан шыққан артистер көп. Мысалы, Алмас Кішкенбаев. Мадина Садуақасова. Ерболат Құдайбергенов. Барлық суперстар. Әнші балапаннан шықты. Ақылбек Жеменей. Ақылбек Жеменей, иә. Бұл төртеулеріңіз 91 жылы әнші балапан. Көп, қазір есімде жоқ. Енді сен бала кезінде өзің кім болуды армандадың, Әлішер? Білесіз, ең бірінші сахна шыққанымда, микрофон ұстағанымда мен нақты білдім. Мен әнші боламын. Әнші болуды армандадың? Иә. Енді әнші болмайсың ба? Қалжың ғой. Кішкентай кез туралы айтып жатырмыз. Енді Әлішер өзің кішкентай кезінен көптеген байқауларға қатыстың. Енді көрермендері қызық шығар, біздің жастар сен сияқты сондай байқауларға қатыссын деп сен осы айтып берсең, қандай мемлекеттерде болдың? Мен естуімше Болгария, Франция. Ол бала кезімде ғой. Бала кезінде. Сол әнші балапанмен бірнеше елді араладық. Сосын ары қарай халықаралық байқаулар. Осы жаңа Әлішер сенің Славянский базар.
Осы туралы айтып кетейік. Әлішер 2011 жылы Белоруссияның Витебск қаласында өткен Славян базары ән байқауында қатысып 3-ші орынға ие болдыңыз.